Рамазан өзгеруге мүмкіндік беретін ай. Бұл видеода сол мүмкіндікке бет бұрған жандардың оқиғалары баяндалады. Мұндағы әңгімелер ешкімді айыптау немесе салыстыру үшін емес, мақсат тәубенің есігі әрдайым ашық екенін еске салу. Алла өте кешірімді және тәубе етушілерді жақсы көреді. Алланың атымен бастаймын. Барлық мадақ Аллаға тән. Пайғамбарымыз Мұхаммедке сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Құрметті оқырмандарым, Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху табиғатында жұмсақ жүректі, мейірімді, ізгі адам еді. Алайда надандық дәуірінде бұл жұмсақтық, бұл мейірім надандық әдеттердің қабаттарының астында жатқан қаталдықтың, қарсылықтың, ақиқаттың үнін естуге өзін мүмкіндік бермеудің астында жасырынып қалған еді. Шындығында көп адам бар, егер олар тыңдаса өзгерер еді, яғни Алланың аяттарын тыңдаса, оқыса өзгерер еді, тек өзіне мүмкіндік бермей жүр. Мүшриктер мұсылмандарды қатты қудалаған кезде олардың арасында исламға дейін Омар ибн аль-Хаттаб та мұсылмандарға зәбір көрсеткендердің бірі болды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям мұсылмандарға Хабашаға, яғни Эфиопияға қазіргі қоныс аударуға рұқсат берді. Өскен өнген мекендерін тастап, діндерін аман сақтап, қауіпсіз өмір сүру үшін Эфиопияға қоныс аударды. Мұсылмандардың бір бөлігі. Сол күндердің бірінде Хабашаға көшуге дайындалып жатқан мұсылмандардың арасынан Омар ибн аль-Хаттаб Умму Абдулла есімді әйелді көрді де: "Қайда бара жатырсың?" "Уа Умму Абдулла" деп сұрады. Ол былай деді: "Хабаша жеріне, өйткені сендер бізге зәбір көрсеттіңдер, қыспақ қалдыңдар. Алла бізге бір жеңілдікпен жол ашқанша сол жақта тыныш өмір сүргіміз келеді." Сонда Омар күтпеген бір сөз айтты: "Алла сендерге серік болсын." Ойлаңызшы, әлі мұсылман емес Омар әлгі әйелге "Алла сендерге серік болсын" деді. Умму Абдулла айтады: "Мен оның жүзінен жұмсақтық пен мұң көрдім. Ол күйеуіне оралғанда, егер сен Омардың маған Алла серік болсын деп жүзінде мейірім мен мұң пайда болғанын көрсең ғой" деді. Күйеуі: "Сен Омардың исламды қабылдайтынын үміт етесің бе?" "Аллаға ант етейін, Хаттабтың есегі мұсылман болмайынша Омар мұсылман болмайды" деді. Яғни олар оның сырттай көрінген қаталдығынан исламға кіруінен әбден үміт үзген еді. Бір күні Омар ибн аль-Хаттаб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Арқам ибн Аби аль-Арқамның үйінде жиналып отыр дегенді естиді. Сонда ол қылышын алып пайғамбарды өлтіру үшін жолға шығады. Жолда оны Наим ибн Абдуллах кездестіреді. Омардың ашулы, асығыс келе жатқанын көріп: "Қайда бара жатырсың, уа Омар" деді. Омар радиаллаху анху: "Құрайыштың бірлігін бұзып, олардың дінін мазақ еткен Мұхаммедке бара жатырмын, оны өлтіремін" дейді. Сонда Омарға Наим былай деп айтты: "Уаллахи, өзіңді өзің алдап тұрсың, уа Омар, әуелі өз үйіңнен қарамайсың ба" дейді. "Қандай үй?" деп сұрады Омар. "Немере бауырың Саид ибн Зайд пен қарындасың Фатима бинт аль-Хаттаб екеуі де мұсылман болды" дейді. Фатима Омардың туған қарындасы болатын. Сонда Омар ашумен қарындасының үйіне қарай жүгіріп барады. Үйге жақындағанда Құран оқылып жатқанын естиді. Оларға сахаба Хаббаб ибн аль-Арт Құран үйретіп отырған еді. Омардың даусын естігенде Хаббаб тығылып қалады. Фатима қолында Құран жазылған парақты аяғының арасына жасырып қояды. Омар кіріп келіп: "Бұл қандай сыбыр? Әнге ұқсас бірдеңе естіп тұрмын ғой" дейді. Қарындасы Фатима: "Ештеңе емес аға" деді. Сонда Омар күйеу баласы Саидті ұрып жерге құлатады. Кейін қарындасы Фатиманы ұрып, оның қасиетті аузынан қан шығарды. Қарындасының аузынан аққан қанды көргенде Омардың жүрегі жібиді. Жүректегі жұмсақтық көрінді, бірақ әлі де сыртқы қаталдықтың астында жасырынып тұрған еді. Ол жерге отырып: "Не оқып отыр едіңдер?" деді. Фатима қарындасы: "Бұл Алланың Құраны" деді. Омар: "Әкел, оқиын мен" дейді. Сонда Фатима: "Жоқ, алдымен жуыныңыз, ғұсыл ал" дейді. Омар жуынып келіп, әлгі қолына берген Құран жазылған аяттарды қағазды қолына ұстап, қасиетті Тоха сүресі болатын, оқи бастады. "Тоха, біз саған Құранды қиналсын деп түсірмедік. Тек Алладан қорқатындарға ескерту болсын деп түсірдік. Жер мен биік көктерді жаратқанның тарапынан түсірілген." Әр оқыған сайын
жүрегіне иман кіріп жатты. Міне дәл осы жерде кімнің жүрегі ашылып жатыр? Пайғамбарлардан кейін, Абу Бакрден кейінгі ең ардақты, ең таза адамның жүрегі Омар ибн әл-Хаттабтың жүрегі. Рахман аршты меңгерген деген аяттарды оқыды. Сонда Омар, бұл қандай керемет сөз деді. Мені Мұхаммедке апарыңдар. Ол әрхамның үйіне келіп есікті қағады. Кім дейді іштегі дауыстар? Омар дейді. Сонда Хамза радиллаху анху, уа Алланың елшісі, оны маған қалдыр. Егер жақсылықпен келсе, жақсылық көреді, ал жамандықпен келсе, өз қылышымен өзін басын шабамын дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жымиып, жоқ, уа Хамза, оны маған қалдыр дейді. Омар кірген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оның киімінен ұстап, яғни шықырлығынан, белдігінен ұстап жоғары көтеріп алды, бір қолымен күшті екендігін көрсетті. Уа Хаттабтың ұлы, исламға келетін уақытың жетпеді ме саған әлі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұрыннан Омар үшін дұға ететін. Уа Алла, исламды екі Омардың қайсысын көбірек жақсы көрсең, сонымен күшейт. Омар ибн әл-Хаттабпен немесе Амр ибн Хишаммен, яғни Абу Джахл деген есіммен танымал, бұл үмметтің фирғауын аталған Амр ибн Хишаммен осы екі кісіге дұға жасап жүреді пайғамбар. Міне сол шынайы дұға Омардың жүрегіне жетті. Омар ислам қабылдады және сіздер білетін ұлы Омарға айналды. Біздердің көпшілігіміз де егер тыңдасақ Құранды өзгерер едік. Егер жүрегімізді ашып, күн сайын болса да Алланың аяттарын 15 минут тыңдасақ, мағыналарын түсінсек, ашып оқысақ, жүрек тынышталар еді. Ашу, шашыраңқылық, асығыстық азаяр еді. Алла жолынан қашу, намазға деген жалқаулық біртіндеп жойылар еді. Ал Рамазан Раббымызға жақындаудың, оны тыңдаудың, оған апаратын тақуа адамдарды тыңдаудың ең үлкен мүмкіндігі. Ендеше Омар сияқты болыңыз, тыңдаңыз, оқыңыз және өзгеріңіз. Аллаға тәубемен оралушы болыңыз.